Армысыз құрметті көрермен, тозымлақ зияткерлік ойыны туралы бағдарламалар циклінің кезекті сабағын бастаймыз. Сіздермен бірге жүргізуші Айдос Сейітжан. Өткен сабағымызда тозымлақ ойынның негізгі принциптеріне, жүріс санын есептеудің маңызына, 5 құмалақтан 2 құмалақ ұтудың әдісіне тоқталған едік. Бүгінгі сабағымызда тозымлақ ойынында тұздықтың атқаратын қызметіне, жүріс санын есептеудің кейбір амалдарына тоқталамыз. Тұздықтың атқаратын қызметі сан алуан. Жүріс санын көбейту мен қысқарту, қарсыластың комбинация жасауын шектеу, құмалақ ұту тәсілдерін арттыру және тағы басқалар. Төмендегі тақтадағы жағдайға назар аударайық. Бұл тақтадағы жағдайда бастаушы ойыншы нөмір 9 отауға құмалақтарын жинаса, барлығы 20 жүріс, қостаушыда 30 жүріс бар. Яғни бастаушы жеңіліске ұшырап отыр. Төмендегі тақтадағы жағдайға назар аударайық. Бұл тақтадағы жағдайда бастаушының нөмір 5 отаудағы тұздығы болғандықтан қарсыласының жүрістерін қысқартып отыр. Бастаушыда 20 жүріс, қостаушыда 14 жүріс бар. Бұл жағдайда бастаушы жеңіске жетеді. Жүріс есептеуде жалғыз құмалақ негізге алынады. Егер отауда 2 құмалақ болса, онда барлық жүрістің санын табу үшін бір құмалақтың санын 2-ге көбейту керек. Төмендегі тақтадағы жағдайға назар аударайық. Бастаушының нөмір 5 отаудағы 2 құмалағы қанша жүріс беретінін білу үшін нөмір 9 отаудан нөмір 5 отауды аламыз. Шыққан санды 2-ге көбейтеміз. Бастаушының 8 жүрісі бар екен. Сонда нөмір 9 алу нөмір 5 көбейту 2 шығады 8. Осы ереже бойынша қостаушының 2 жүрісі бар екенін көреміз. Нөмір 9 алу нөмір 8 көбейту 2 шығады 2. Төмендегі тақтадағы жағдайға назар аударайық. Тақтадағы жағдайда бастаушы ойыншы нөмір 9 отауға құмалақтарын жинаса 7 жүріс, ал қостаушыда 12 жүріс болады. Сондықтан бұл жерде нөмір 1 отаудағы тұздықты пайдаланып, жүрісті көбейтуге болады. Ол үшін оң жақ отаулардан бастап, бір құмалақтан жүріп тұздыққа сала береміз. Сонда тұздыққа салынған құмалақ бір жүріске көбейіп отырады, және қазанға да салынады. Осылай жүретін болсақ, бастаушыда 13 жүріс, қостаушыда 12 жүріс болады. Бастаушы жеңіске жетеді. Ұлттық ойындағы тұздық ережесі тозымлақ тектес басқа ойындарда кездеспейді. Бұл зияткерлік мұрамыздың қайталанбас болмысын көрсетумен қатар, ойынның өте қызықты өтуіне әсер етеді. Тозымлақ ойынында тұздықтың болуына байланысты ойын соңы 36 түрлі жағдайда өрбиді. Сонымен бүгінгі сабағымызда тозымлақ ойынындағы тұздықтың қызметіне, оларда қолдану ерекшеліктеріне және жүріс санын есептеудің кейбір жолдарына тоқталдық. Негізгі ақпараттарды бір қайталап, еске түсіріп алсақ. Тұздықтың атқаратын қызметі сан алуан. Жүріс санын көбейту мен қысқарту, қарсыластың комбинация жасауын шектеу, құмалақ ұту тәсілдерін арттыру және тағы басқалар. Нөмір 1 отаудағы тұздықты жүрісті көбейту үшін және қазанға құмалақ жинау үшін пайдалануға болады. Жүріс есептеуде жалғыз құмалақ негізге алынады. Егер отауда 2 құмалақ болса, онда барлық жүрістің санын табу үшін бір құмалақтың санын 2-ге көбейту керек. Тұздық ережесі тозылмаққа ұқсас әлемдегі бірде-бір ойында кездеспейді. Осымен біздің бүгінгі шығарылымыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламамызда тозымлақ ойынындағы ерікті тұздық берудің ерекшеліктеріне тоқталамыз. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.